Сейілбек Мырзабай балалықтан даналыққа кітабынан стресс және релакс тақырыбы. Ел астанасындағы бір мектепте мұғалімдер мен ата-аналарға дәріс өттік. Соңында бір мұғалім оңаша алып шығып жағдайын айтты. Жүйкем қатты тозып жүр. Күндіз-түні шапқылап жұмыс істеймін. Шаруаның бәрі маған қарап тұрған сияқты көрінеді. Жұмысты ойлап ұйықтай алмаймын. Ұйықтасам, түсімде де жұмыс істеп жүремін. Өстіп жүріп бір күні стресстен құлап өлмесем болғаны. Неге сондай екенімді білмеймін. Жұрт бір уақыт демалып, көңіл көтеріп, сауық сайран құрады. Ал менде ондай жоқ. Мұндай адамдар болады. Кейбіреулер күллі әлемнің жауапкершілігін жалғыз арқалап жүргендей жалған сезімге беріліп, өзін шектен тыс қыса береді. Жұмысын қолдан күрделендіріп, сары уайымға салынып, өзі содан зардап шегеді. Ендігі біреулердің жұмысы шынымен де ауыр. Мойнында үлкен жауапкершілік тұрған соң дамылдауға уақыт таппайды. Үнемі стресте жүреді. Адамның мұндай өмір салты организмге де, психикаға да салмақ түсіреді. Ендігі біреуде керісінше пайым. Олар өмірді барынша көңіл көтеріп, өзіңе күтім жасап, рахаттанып сүру керек деп санайды. Бейнеттен барынша қаша беріп, соңы жоқ сауықшылдыққа ұрынады. Салауатты өмір салты үшін мұның қайсысы дұрыс? Логотерапияның стресс және релакске қатысты ұстанымына тоқталайық. Адам екеуіне де мұқтаж. Психосоматиканың саулығы үшін стресс пен көңіл көтеру қатар жүрген дұрыс. Бірақ стресстің болашағы, ал релакстың өткен шағы болуы керек. Салауатты стресс болашаққа бағытталады, ал салауатты демалу өткен шақтың есебінен туындайды. Үлкен бір істі, мәнді міндетті атқарғаннан кейін иығынан жүк түскендей босап демалады. Бірақ бұл демалыс соңы жоқ сауыққа айналып кетпеуі керек. Ол келесі бір ауыр міндетті арқалауға күш жинау үшін қажет. Яғни мұндағы бейнетте де, одан кейінгі демалыста да мән мағына бар. Жас кезімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деген нақыл сөз осыдан қалған. Қарапайым мысал. Бір әйел балаларын оқытып, аяққа тұрғызуды немесе маскүнем күйеуін қатарға қосуды өмірлік мақсат етті делік. Сол жолда бойдағы бар күш-жігерін сарп еткен әлгі әйелді стресс мазаламайды. Қанша жерден шаршап, психикалық тұрғыдан қажыса да, жұмысын артығымен атқарады. Оқу бағдарламасынан қалып барамыз деп оқушыларға тегін қосымша сабақ та береді. Сонда да күйзеліске түспейді. Себебі оны келешектегі қол жеткізетін бір игі нәтиже қол бұлқап шақырып тұр. Мәселен 90-шы жылдары мұғалімдердің жағдайы қазіргіден ауыр болды. Айлық төмен, уақытылы төленбейді. Бірақ олар болашақтан үмітті. Ел тәуелсіздігін алды, болашақта бәрі жақсы болады деп сенді. Ал қазір мұғалімдер арасында жұмыстан қажу, депрессияға түсу, суицид фактілері көбейіп кетті. Бұл олардың өз ісінен мән көрмеуінің көрсеткіші. Өйткені адам неғұрлым мәнсіз іске жегілсе, шаршауы да соғұрлым көп болады. Енді релакске, яғни тынығуға қатысты бір мысал келтірейік. Көктемде диқан жерін жыртып, уақытылы егін егіп болды делік. Бұл бір біткен іс болды деп эйфорияға бөленеді. Көңілі орнына түсіп, біразға дейін шаттанып жүреді. Сол уақыт аралығында зерігіп неврозға түспейді. Күзде егінді орып алуға тағы тер төгеді. Жауын шашынға түсіп қалмай, аман есен орып алса, тағы да шат-шадыман болады. Қамбаны астыққа толтырдым деп сабантой береді. Міне, сауық сайранның өткен шағы болуы тиіс деген әңгіме осы. Демалудың, көңіл көтерудің артында бір игі іс тұр. Ал егер той-тойлаудың өткен шағы болмаса ше, онда не болады? Ондайда орынсыз көңіл көтеру, демалу, жанға ләззат іздеу адамды аздырады, әрі невроз қылады. Адам мән мағынасыз отырыстар мен даңғаза тойлардан шаршап қайтатыны содан. Мысалы, ешқандай еңбексіз нәсіп болған сәтті ситуацияны кафеде тойлай берудің еш мәні жоқ. Баланың 1 жасқа толуы, мектепке баруы, тағы басқа ұсақ-түйек жетістіктерді дүркіретіп тойлау адамға рухани ләззат сыйламайды. Тіпті мұндай тойға барған адамның өзі сөз алғанда не тілек айтарын білмей қиналады. Сөз түйіні, адамдар зор мехнат пен бейнеттің мәнін түсінбей тырбаңдай берсе, жағымсыз стресске, депрессияға ұрынады. Ал егер ненің есебінен демалып жатқанын ұқпай, баянсыз көңіл көтерсе,
оның соңы түбі жоқ сауық сайранға ұласады. Канадалық невропатолог Ганс Селие стрессті өмірдің тұзы деп атайды. Тек тұзбен қоректене алмаймыз, бірақ онсыз тамақтың дәмі болмайды, дейді.